Сәлем менің рухани өмірге ұмтылған көрермендерім. Бүгін мен сіздерге мына араққа қатысты видео түсіргелі отырмын. Неге мен бұл тақырыпты таңдадым? Себебі маған көбіне қыз келіншектер осы күйеуіміз арақ ішеді, осы арақ деген бәле болды деген тақырыптарда хаттар келіп жатады. Сондықтан да мен енді өзімнің оққандарым бар, тоққандарым бар дегендей, содан бар білгенімше сіздерге бір өзімнің кеңестерімді айтқым келеді. Жалпы арақ ішетін адамды жазғыруға болмайды. Ол бекерден бекер ішпейді. Оған неше түрлі себеп бар. Жалпы менің бұрынғы видеоларымды қарап жүрген болсаңыздар, мына адамдардың арасында кармалық байланыс деген болады. Яғни мына не ексең соны орасың, не берсең соны аласың дейді. Қазақ айтып қойған әу баста. Яғни біздер көп жағдайда мына подсознательно басқа бір біз ойлағандай, өмір негізі біз ойлағандай емес. Біздің подсознательно бізге жазылған нәрсе ол мүлдем басқа, бірақ біз соны көбіміз түсіне бермейміз. Ал негізінде біздің өміріміз ол жаратылыстың заңдылығына бағынады. Жаратылыстың заңдылығы бойынша, яғни тартылыс заңы деген бар. Менің бұрынғы видеоларымды қарайтын болсаңыздар, сол тартылыс заңы туралы сол жерден білуіңізге болады. Яғни подобное притягивает подобного. Яғни сіздің өзіңіздің ниетіңізде, ойыңызда қандай нәрсе болды, өмірде сіз сондайды тартасыз да қоясыз. Енді мына сіздің күйеуіңіз арақ ішеді делік. Тартылыс заңы бойынша, демек сіздің де өзіңіздің ішкі әлеміңізде, немесе жаңа айтқандай биополиемізде біздің арақ туралы жаман ойымыз болып тұр. Біздің немесе біздің әкеміз арақ ішті ма, немесе бұрын бір арақ ішкен адамдарды көріп, сол туралы бізде жағымсыз әсер қалып қойды. Міне соның әсерінен сіздің өміріңізде, бірақ сіз түсінбейсіз оны, сіз білмейсіз, бірақ сіздің мына биополияңыз, сіздің мына тәніңіз, тән деген тұрған бұл память, жады. Сол жадыңызда арақ туралы жаман әсер қалып қойды, арақ ішкен адам туралы жаман әсер қалып қойды. Демек енді сіз өміріңізде де сондай бір арақ ішетін, арақ ішкенді жақсы көретін, осындай бір араққа жақын адамға тап боласыз, немесе бір сондай орталардан шығасыз. Сондықтан да ол адамды жазғырмас бұрын сіз бірінші өзіңіздің өміріңізге, өзіңіздің сезімдеріңізге бір сәт, өзіңізге бір сәт бір қарап алыңыз. Мына енді көптеген психологтар осы тақырыпқа жазған, осы не үшін ер адамдардың арақ ішетіні жөнінде көбі жазған. Мысалы, соның ішінде көбіне деп айтады. Біздің мына әжелеріміз, аталарымыз, егерде соның ішінде мысалы біздің әжеміз дейік, егер әжеміз мына өмірде көбіне отбасына мән беріп кетсе, үнемі бар есілдерді баласымен болып кетсе, күйеуі бір шеткері қалатын болса, мына күйеуі содан мына әйел адамның вниманиясын ала алмағандықтан ер адам күйініп арақ ішеді. Негізінде былай қарап отырсаңыз, ер адам мен әйел адамның мышлениясы екі бөлек. Мысалы, сіз жұмыстан келе жатқан кезде, сіз үйге келген кезде, қазір мен үйге барған соң не тамақ істеймін? Солай ойлап барасыз, әйел адамдар солай ойлайды. Ал ер адамдар қандай тамақ дайындап қойды екен деп барады. Мысалы, әйеліне, отбасына. Көрдіңіз бе? Қайткен күнде де ер адам мен әйел адамның мышлениясы ол екі түрлі. Біздер ойлаймыз көбіне, мен отбасының ұйытқысымын, анасымын, мен балаға көбірек мән беруім керек деп. Негізінде әйел адам бірінші күйеуіне мән беруі керек. Сонда ғана сіздің күйеуіңіз өзінің еркектік полный қасиетін шыңдай алады. Сол әйелден внимание болмай қалды ма, ол еркек үшін бұл үлкен удар екен. Ол оны айта алмайды, ешкімге барып айта алмайды. Бірақ сол ішіндегі сол боль дейді ғой, боль, гложь деп тұрған соң ол барады да, амал жоқ, арақ ішеді.
мына әйел адамды физикалық тұрғыдан әлсіз қылып жаратқанмен ер адамды физикалық тұрғыдан мықты қылып жаратқан, бірақ ер адамды психологиялық тұрғыдан әлсіз қылып жаратқан, ал керісінше әйел адамды психологиялық тұрғыдан мықты қылып жаратқан Алла тағала. Сол екеуі бір-бірімен осылай гармонияда болсын деп әдейі женская энергия, мужской энергия теңесін солай деп әу баста бізді Алла тағала солай жаратқан. Сондықтан да осы жағын, күйеуіңізді жазғырмас бұрын осы жағын ойлаңыз, мән беріңіз ар жағына. Және де тағы бір айта кететін нәрсе осы жерде, мына күйеуіңді өзің туып ал дейді. Мысалы, неге үй деп айтады? Себебі мына адамда екі рет туылу болады екен. Бірінші анадан туылады, екінші ол психологиялық тұрғыдан әйел адамнан туылады екен. Екі рождение болады дейді. Енді әрине әйел адам ер адамға қарағанда пысықтау болады, көбі әйелдер жауапкершілікті болады. Сондықтан да көп жағдайда әйел адам қандай басына іс түссе де ол ситуациядан шыға алады. Ал ер адамдар өкінішке орай әйел адамның қатысынсыз сондай үлкен бір стресстік ситуациялардан шыға алмайды. Міне сондықтан да біз сол ер адамға поддержка беруіміз керек. Себебі бізді әу баста Алла тағала сол психологиялық тұрғыдан мықты қылды. Жаңа қазақ айтады ғой өзі, әйелдің 41 шырағы бар деп. Міне осы 41 шырағы бар деген сөздің ар жағында әйел эмоционалды түрде психологиялық тұрғыда мықты деген ойды айтады. Жалпы айтып жатады ғой, мына неде де көбіне психологияда за любой великий мужчиной стоит женщина деп. Міне сондықтан да бұл жағдайда күйеуіңіз енді ішті делік. Барлық уақытта күйеуіңізге тек қана түсіністікпен қарауыңыз керек. Оны жазғырып, оған мораль оқуға болмайды. Бірақ енді осы жерде ескерте кететін жағдай, егер де күйеуіңіз сізді үнемі жаңағы тиран болса күйеуіңіз, мысалы, үнемі ұрып, соғып, сізге жаман қылықтар көрсетіп жатса, енді оған шыдай берудің қажеті жоқ. Бірақ дегенмен де бірден атойлап шықпастан бұрын сіз өзіңіздің сол ер адамға деген сыйыңызды бірінші көрсетіп көріңіз. Сол көрсеткен сыйдан нәтиже шықпай жатса ғана сіз күйеуіңізбен айырылып бөлек кетуіңізге болады. Бірақ егер де мына қайткен күнде де сол ер адаммен қарым-қатынасыңыз бір-біріңізбен түсінісіп кетуіңіз керек. Егер де түсініспей ренжісіп кететін болсаңыз, сізді қайткен күнде де сол кармалық заң, сол бітпеген сіздің ісіңіз, яғни атқаруға тиісті міндетіңіз бітпейтін болатын болса, сіз бойыңыздағы жақсы қасиетіңізді ашып, бойыңыздағы махаббатыңызды оята алмайтын болсаңыз, сізге по-любому алдыңыздан, күйеуіңізден қашқанмен алдыңыздан балаңыз шығуы мүмкін сондай болып. Немесе сіздің қызыңыз сондай тағы алғаш күйеуге тап болуы мүмкін. Сондықтан да дер кезінде мына тартылыс заңдылығын түсіне білуіміз керек. Бізді Алла тағала бекерден бекер сол күйеуге кездестірген жоқ. Себебі ол күйеуге біздің бермегіміз бар. Оның да бізге бермегі бар. Дегенмен де барлық уақытта да бірінші дұрыс қадамды мына өмір туралы дұрыс түсінігі бар адам ғана атқара алады. Сол ситуациядан сондай адам ғана шыға алады. Ал енді надандау адам, көп білімі таяздау, мына өмірдің заңдылығын білмейтін, соның ішінде мына тартылыс заңдылығын білмейтін көп адамдар бұл ситуацияда ондай бір жақсы оймен сол ситуациядан ақылмен таразылап шыға алмайды. Айтады ғой, жалпы кімде выбор бар дейді ғой, бірінші. Выбор тек қана ақылды адамда ғана бар екен. Өзі Алла тағала барлық ситуациялардан шығуды осы әйел адамдарға, ақылды адамдарға жүктейді. Сонымен енді күйеуіңізге, егер де арақ ішетін болатын болса, күйеуіңізге ешқандай да мораль оқымаңыз, оны өзгертуге тырыспаңыз. Оны
оқтап деп бір керемет әңгіме айтуға тырыспаңыз. Оны тек қана түсінуге тырысыңыз. Оған жасаған бүткіл жақсылығыңызды, айтатын жылы сөзіңізді ар жағында мына айтады, бескорыстные цели дейді. Яғни мен оған қазір жылы сөз айттым, ол маған жылы жауап беру керек деген сияқты, мен бердім, енді сен бересің деген сияқты есепке құрмай, шын ықыласыңызбен, шын ниетіңізбен күйеуіңізге қарым-қатынас жасайтын болсаңыз, ол сіздің күйеуіңіз міндетті түрде арағын қояды. Бізде жаңа айтқандай, сіз өзіңше ойлайсыз да, мен оған жақсы нәрсе істеп тұрмын деп, бірақ сіздің ар жағыңыздағы ниетіңізді сіз өзіңізше білдіртпегенмен, бірақ жаңа айтқандай Құдай біліп тұр дегендей, сіздің биополияңыз қайткен күнде де сіздің ойыңыздың қандай екенін білдіртіп тұрады ана адамға, күйеуіңізге. Егер де сізде ар жағында, ер адамдар негізінде ар жағында өте чувствительный деп болады. Егер де сіз ар жағында бір соны бір бақа есеппен жақсылық жасап, бақа есеппен жылы сөз айтатын болсаңыз, күйеуіңіз оны сразу сезетте, сізге қайтама керісінше одан да бетер үдете түседі. Сондықтан да барлық уақытта да, жалпы тек қана күйеуіңіз емес, кіммен қарым-қатынас жасасаңыз да, барлық уақытта да шын ықыласыңызбен жасауға тырысыңыз. Жаңа психологияда айтады ғой, без ожидания дейді. Сіз ешкімнен ештеңе күтпеңіз, бірақ өзіңіздің жақсылығыңызды жасай беріңіз. Жақсылықты қайткен күнде де Алла тағала қайтарады оны сізге. Сондықтан да ең бірінші нәрсе осы жерде ескеретін, күйеуіңізге мораль оқымаңыз. Мораль өтпейді, ешкімге де мораль өтпейді. Жалпы айтады ғой, мына жамандық қайда өледі дейді. Жамандық жақсының кеудесінде өледі дейді. Мысалы, күйеуіңіз сізге неше түрлі арақ ішкен кезде жаман әңгімелер айтуы мүмкін, немесе баяғы бір өтіп кеткен бір кездегі бір нәрсені қайтадан қозғауы мүмкін. Мысалы, солардың барлығына да сіз реагировать етіп, оған ренжіп, оған қарсы әрекет жасайтын болсаңыз, оның да түбі жақсылыққа апармайды. Мейлі ол айта берсін, бірақ сіздің кім екеніңізді сіз өзіңіз білсеңіз болды. Сіз өзіңізді жақсы адаммын деп есептейсіз бе? Болды. Сіз егер өзіңізді жақсы адаммын деп есептейтін болсаңыз, сізді де басқа адамдар жақсымын деп қабылдайды. Көп жағдайда маған былай деп айтты, маған сөйтіп айтты деп өре түргелетін болсаңыз, ол сіз ар жағында сол адамның сөзін былайша айтқанда мақұлдағанмен теңсіз. Сондықтан да қазір психологияда айтып жатқандай, өзін сыйлайтын адам өзгені де сыйлайды. Сіз көп жағдайда өзгенің сөзіне үнемі реагировать етіп қала беретін болсаңыз, демек сіз өзіңізді сыйламайсыз деген сөз. Енді содан кейін жаңа айттым ғой, алдында бір неде әйел күйеуін қайтадан туы керек деп. Жалпы второе рождение, яғни психологиялық тұрғыдан туып алу. Психологиялық тұрғыдан тудырып алу тек қана әйел адамның қолынан ғана келеді. Ер адамды тек қана әйел адам ғана шығара алады. Сондықтан да егер де сіз осындай өзіңіздің жақсы іс-әрекетіңізбен, жақсы ықыласыңызбен, кешірімшілдігіңізбен, сабырлығыңызбен, жаңа айтқандай карма заңдылығын түсіне отырып әрекет ете беретін болсаңыз, міндетті түрде сіздің күйеуіңіз жақсы жаққа қарай өзгеретін болады. Және де сол күйеуіңіздің жағын, өзіңіздің жағын зерттеп көріңіз. Күйеуіңіздің мысалы ар жағында аталары арақ ішкен болатын болса, ол міндетті түрде арақ ішеді. Оның бойы тұнып тұрған баяғы ескі жады бойынша кәдімгі бүкіл арақ туралы информация оның бойында толып тұр. Енді сіз күйеуіңізге ештеңе істей алмайсыз бұл жерде тағы да, бірақ жаңа айтқандай өзіңізді тазалай беретін болсаңыз, сізге ең бастысы ана күйеуіңіз, балаңыз сол жағдайда қайталамау керек. Сізде ең басты мақсат сол болу керек. Егер де сіз өзіңіз тазаланып, өзіңіз дұрыс әрекет жасаған кезде, сіздің балаңыз да ол жағдайда қайталамайтын болады. Осының барлығы да анаға байланысты, әйел адамға байланысты, осының барлығы. Енді кейбір тыңдап отқан тыңдармандарым айтуы мүмкін, сонда барлық нәрсені әйелдің мойнына жүктеп қойған ба деп. Әрине, ол солай, бірақ оны сен жүктеп қабылдамай, менің өтуге тиісті жолым деп қабылдасаңыз,
осы өмірімде, осы ғұмырымда осы адаммен арамды шешіп алу менің мақсатым деп қарайтын болсаңыз, ол ешқандай да жүк емес. Жалпы бұрынғы видеоларымда да айтып жүрмін, тағы да қайтадан бір қарап алсаңыз болады. Бұрынғы видеоларда адамның тәні өлгенмен адамның жаны ешқашанда өлмейді. Адам бұл вечный дух. Мына өмірге бірнеше воплощениеде ол келеді. Мысалы, біз мына өмірге бірнеше рет келіп, бірнеше рет кеткенбіз. Сол мына ғұмырымызда, сол отбасында осы күйеуге неге тап болып тұрмыз? Себебі баяғы біз бір ғұмырымызда осы адаммен жақсы қарым-қатынаста болған жоқпыз. Сол арамыз шешілмей кетті. Сол шешілмегеннен кейін қайттан мына өмірде бір-бірімізбен тіркесіп, сол бір-бірімізге тап болып жатырмыз. Жалпы сол мына өмірге біз сол түйіндерді шешу үшін келгенбіз. Ол түйінді тек қана сіздің мына шын ықыласыңыз, жүрегіңіздегі шын махаббатыңыз, сіздің риясыз сезіміңіз ғана сізді құтқара алады. Ал жаңа айтқанда ішіңіздегі бақа есебіңіз, немесе жаңағы мына өмірдің мәнін дұрыс түсінбеу, мен қашан осылай жүрем деген сияқты көзқарасыңыз болатын болса, яғни барлық уақытта Аллаға тәуекел етпесеңіз, демек сіз қай ғұмырда келсеңіз де дәл осындай алқаш баймен, берекесіз өмірмен барлық уақытта да қауыша бересіз. Сондықтан да осы заңдылықты жақсы етіп ескеріңіздер, құрметті қыздар. Үйде ең бірінші сіз күйеуіңіздің жағдайын жасап, ең бірінші күйеуіңіз туралы ойлауыңыз керек. Балалар екінші орында. Мына орыстың керемет психологы бар, Некрасов деген, Анатолий Некрасов деген. Солардың кітабының ішінде қарайтын болсаң, айтады ғой, ең бірінші он плюс ана. Содан кейін барып, егер де екеуі жақсы болатын болса, әке мен шеше жақсы болатын болса, олардың күшті энергиясы, күшті вибрациясы балаларына беріледі екен. Ал бұл жағдайды көбіне ескеретін әйел адам. Ер адамның көп жағдайда оған мына шыдамы да, сабыры да жете бермейді. Әрине, енді барлығын жаман деп айтпаймын. Керемет жақсы ер адамдар бар, бірақ сізге ондай адам тап болмады ма, демек сіздің кармаңыз осы адаммен өтелу керек деген сөз. Құрметті қыздар, жігіттер, мені тыңдап жатқан болсаңыздар, комментарий қалдырып кетіңіздер, менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Мен де барынша өзімнің өмір тәжірибемнен, өзімнің оқыған кітаптарымнан сіздерге болсын деген ниетте осы видеомды салып жатырмын. Сұрақтарыңыз болатын болса қойыңыз, пікірлеріңіз болатын болса қойып, ары қарай бір-бірімізбен байланыс жасай берейік. Баршаңызға да берекелі, мерекелі ғұмыр тілеймін.